Түйсігінмен ойлай біл. 19 бөлім. Бар күш-жігеріңізбен жаттығыңыз. Нәтиже сіздің күткеніңізден асып түсуі мүмкін. Барлығы жеңіске жеткенді жақсы көреді, бірақ барлығы бірдей еңбек еткенді жақсы көре ме? Марк Спиц. Бұл оқиға 1972 жылы Мюнхенде болды. Әлі әлемге кеңінен танылмаған жүзгіш бассейн бортында старт сигналын күтіп тұрды. Бұл оның өміріндегі алғашқы Олимпиада ойындары еді, және ол финалға шықты. Сигнал берілген соң, ол суға сүңгіп, бар күшін жұмсап жүзді. Бірнеше минуттан соң жүзгіш алтын медальді иеленіп, жаңа рекорд жасады. Келесі күні тағы бір жүзу сайысына қатысып, алтын медальді жеңіп алды. Ең қызығы, ол тағы да рекорд жасады. Ол Мюнхенде өткен жүзушілердің 7 сайысына қатысып, 7 алтын медальға ие болып, 7 әлемдік рекорд жасады. Бұл Олимпиада ойындары тарихында болған таңғаларлық оқиғалардың бірі болды. Бір сәтте Марк Спицтің аты әлемге танымал болды. Бұл триумф астында Марктың тренажер залында, бассейнде дайындалған еңбегі және оның қайсарлығы жатты. Ол уақыт, күн, жылдар бойы осы Мюнхенде өтетін Олимпиада ойындарына дайындалды. Оның жеңісі қарапайым ғана сәттілік пен кездейсоқтық болған жоқ. Бұл оның спортқа бірнеше жылдар бойы жұмсаған күш-жігерінің нәтижесі. Оның жүрегі чемпионның жүрегі, және оның бойында өзіне не қажет екенін білетін адамның қайсарлығы бар. Ол осы мақсатқа жету не үшін жасау керек екенін де біледі. Әлемге танымал болғысы келетін адамдар үшін оның сөздерінің маңызы бар. Барлығы жеңіске жеткенді жақсы көреді, бірақ барлығы бірдей еңбек еткенді жақсы көре ме? Қуанышымызға орай, ойлау қабілетін тиімді пайдалану үшін Олимпиада чемпионының қайсарлығы қажет емес. Себебі оны шектеулі адамдар ғана пайдалана алар еді. Бірақ сіз осы жаттығуға қажет уақытты арнауыңыз керек. Ойлау күші сиқырмен келмейді. Бұл кітап ойлау үшін дамыту мен жолында алғашқы қадам болып саналады. Бұл жүйені және оған қанша уақыт қажет екенін ешкім білмейді. Сондықтан да кем дегенде 1 ай көлемінде онымен танысу керек. Ал шынайы нәтиже 2-3 ай көлемінде келеді. Алғашқы елеулі өзгерістер бірнеше күн немесе апта көлемінде келеді. Бірақ оларды үзіліссіз жаттығудан кейін болатын нәтижелермен шатастыруға болмайды. Сіздер мынаны естеріңізде ұстасаңыз дер едім. Үзіліссіз даму үшін тұрақты түрдегі тәжірибе керек. Жаттығудың 1 күнін босатсаңыз, онда жіберіп алғанның орнын толтыру үшін 3 немесе 4 күн керек. Әрине бұл алғашқы қадамдарда. Бірнеше күн бойы жаттығу жасамай, 1 күнде жарты сағаттан жаттығу жасағанша, күнде 5 минуттан жаттыққан жақсы. Қорытынды. Марапатты ойламай ешкім жұмыс жасамайды. Олимпиада атлеті ұзақ уақыт бойы және бар ынтасымен жаттығады. Себебі оның мақсаты алтын медальді иелену. Және ол ең жақсы, құрметке лайық деген сезіміне қанағатшылық. Жұмысшы күнде жұмысқа барады. Себебі әр апта сайын ол жалақы чегін алады. Кәсіпкер өз ісіне бар күш-жігері мен энергиясын жұмсайды. Себебі ол өз табысының жемісін көреді. Шебер әр кеш сайын үйін жөндейді. Себебі нәтижесінде ол үйге жайлылық пен жылу әкелетінін біледі. Барлық жұмыстар артында марапаттау, еңбектің нәтижесін көру туралы ой тұрады. Егер де біз ешқандай өтемақы алмасақ, онда жұмыс жасаудың қажеті де жоқ. Кейбір адамдар ғана ләззат алу үшін жұмыс жасайды. 21 ғасыр бізден ерекше қабілеттілікті талап етеді. Ішкі дауыс, көзге елестету, шығармашылық, бұл табысқа жету жолында қажеттілердің бір бөлшегі ғана. Сіз жаңа, қызықты дәуірдің табалдырығында тұрсыз. Бұл кітап сізге қажетті қасиеттерді дамытатын әдістерді қамтиды. Сонымен қатар, сіз өз бойыңыздағы әлеуеттен өте көп ала аласыз. Бірақ ол үшін тек қана кітапты оқу жеткіліксіз. Сіз өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек.
Өз санаңызбен жұмыс жасау неге әкелетінін елестете аласыз ба? Сіздің санаңыздың күші бұл позитивті ойлау немесе қызықты идея, әлде мүмкін осы келіп қалар, мүмкін келмес деп ойласаңыз, сіз өзіңіздің ойлау қабілетіңізді дамыту үшін ешқашан күш-жігер жұмсамайсыз. Тек қана біз не жасай аламыз және кім бола аламыз деген нақты ой ғана бізді шынайы өмірді жасау мақсатында сананы тұрақты түрде жұмсауға ынталандырады. Сізді мүмкіндіктерге толы қызықты өмір күтіп тұр. Сіздің қиялыңыздағы армандарыңыз бәрі өз қолыңызда. Барлығы дайын, сізді күтіп тұр. Ал сіз дайынсыз ба? Бұл кітаптағы барлық қағидаларды мұқият оқып шығыңыз. Тұрақты түрде жаттығыңыз. Уақыт өте келе, нәтиже сіздің болжамдарыңыздан асып түседі.